Келісіңіздер, аурухана деген сөздің өзі бір үрей тудырады емес пе? Аурухана бұл өзі көп жан тапсырылған жерлердің бірі. Сол себепті де болар, бауырларымыз жартылай тасталған ауруханалардың ішінен әруақ көріндеп келетіні. Бауырлар дегенім қазіргі заманда диггерлер деген өте көп. Бірақ біз олар жайлы емес, аурухана ішінде кездейсоқ бейне бақылауға түсіп қалған адамға әлі беймәлім суреттер жайлы айтамыз. Сіздермен бірге Бәке, ал біз бастаймыз. Ескі аурухананың жанынан өтіп бара жатқан жаяу жүргіншілер ғимараттың жоғары қабатында жанып тұрған жарықты көріп қалады. Бұл не болды екен деп жақсылап қараса, шырша екенін байқаған. Бірақ бұл қандай шырша? Жаздың шілдесінде деп қызыққан олар суретке түсіріп алған. Жақын маңайдағы көршілерден сұрап білсе, бұл ғимараттың ішінде белгісіз жағдайлар болып жататынын мәлімдеген. Түнде кірген жас балдар белгісіз жағдайда өз-өздеріне қол жұмсайтынын айтқан. Сол сәтте өткіншілер бұл маңайдан тезірек кетуді шешеді. Ол жарық қайдан пайда болды? Бұл ғимараттың тасталып кеткеніне біраз болды емес пе? Оған қоса қуат көзі жоқ. Бұның жауабы әлі күнге жұмбақ болып тұр. Елес. Оны әр адам әртүрлі қабылдайды. Бірақ меніңше бұл кездейсоқ емес. Суретте біз бір ақ бейненің науқасқа қарай еңкейіп тұрғанын байқаймыз. Бұл не болды екен, немесе кім болды екен? Көріп тұрған суреттеріңіз аурухананың палаталарының бірінде түсірілген. Әркім өз болжамын жазған. Бірі өмірден озған медбикенің бейнесі дейді. Бірі жатқан науқастың жан шығысы дейді. Және тағы да басқа. Бірақ ақпаратын іздеп қарасам, бұл науқас қазіргі уақытта аман сау 32 жасар Америка елінің Фресно қаласында тұрады. Сонда бұл кімнің елесі болды екен? Бәлкім арғы туысқандарының бірі болар, бірақ біз үшін бұл әлі жұмбақ. Бұл суреттің бейне баянын таба алмадым, бірақ суретті интернет желісінде қаптап жүр. Жын. Бұл суретті солай атауға да болады. Медбикенің айтуы бойынша, бұл науқас ауыр апатты бастан кешірген. Екі аяғы көлікке қыстырылып, бел омыртқасы қатты соғыстан зақымдалған деседі. Оның өмір сүру мүмкіндігі белгісіз болған соң жансақтау бөлмесінде қалдырған. Және оның үстінде ақ киім болған дейді. Бұның қайдан тап болғанын өзі де білмейді. Менің ойымша бұл адам емес, тұрған тұрысы бір жан түршіктіреді. Соған қарағанда жаны уақытынан бұрын азапқа салынған. Немесе нағыз жанның өзі. Медбикенің айтуы бойынша, бұл науқас сол түні жан тапсырған.